Қайырлы күн мәртебелі телекөрермен. Эфирде Шынжырдағы шындық бағдарламасы. Жүргізушімен Ислам Қабылұлы, бүгінгі қонағымыз астролог Айсара Айтман. Қош келдіңіз. Бүгінгі тақырыбымыз ықтималдылық және оқиғалар. Математика ғылымында ықтималдылық теориясы бар. Мысалға алайық, сіз мына теңгенің қай беті түседі деп жорамалдайсыз? Елтаңба, мен сан беті түседі деп жорамалдаймын, нәтижесінде сан беті түсті. Яғни менің жорамалым ықтималдылық шын оқиғаға ұласты. Қалыпты логикамыз қабылдай бермейтін тылсым атты тұңғиық бар. Дін мен ғылым мансұқтайтын тылсымның тілін ертедегі көшпенділер қауымы меңгергендігін жоққа шығара алмаймыз. Қой құбылаға бағыттай берсе еркек қозыны, арқаға бағыттай берсе ұрғашы қозы төлдейтінін көне көздерден естіп жатамыз. Жауырыншылардың долбары, құмалақ салу, тағдыр болжау. Бұл бір кездейсоқтық емес. Тамыршылардың дөп басып айтуындай шындық болатын. Әгер әкім өте бір дәлдікпен есептесе, ауа райы болжамы, ай шалқалай туса күн салқын болады, ай қураланса жайсыз болады деген жорамалдардың арасында қандай да бір нүктеде тоқайласатын компоненттер бар. Көріпкелдіктің жұлдыздар әлемімен байланысы бар ма, Айсара ханым? Жалпы мен астрологиямен айналысқалы 17 жыл, осыған құлаш ұрғалы. 17 жылдан бері мен ешқандай көріпкелдік көрген жоқпын астрологиядан. Себебі астрология таза аспан әлемдегі планеталардың қозғалысына тікелей байланысты. Ал көріпкелдік ол я құлағына сыбырлайтын шығар, я құмалақта бірдеме айтатын шығар, я түс көретін шығар, я аузына шабыттанып, арқаланып, аузына келген затты айтатын шығар. Бірақ астрологияда олай отыра алмайсың. Өйтіп отыратын болсаң, сен онда шарлатан боласың. Алаяқ боласың. Сондықтан астрологияда астрологтарға ондайға ешқандай жол жоқ. Олар қазір арнайы сайттар бар, дамыған, Құдайға шүкір. Осы технология, техника, IT дамығалы астрологтардың өздерінің жаңағы ай мен күннің, шолпан жұлдыздың, аңырқайдың, басқа да шағырмақ жұлдыздарының Марс қозғалысын дәл анықтайтын сотес деген сияқты мысалға арнайы сайттар, арнайы есептеу құралдары шықты. Және ол құралдардың дәлдігі тура. Сондықтан бұл жерде сол құралдарға қарап есептеп отырып, астрологтың негізгі жұмысы сол аспектілерді талқылау, ашықтау. Адамдардың тіліне түсіру, салып беру. Мысалға, Марс планетасымен бүгін мысалға да, бүгінгі күннің аспектісін айтатын болсақ, Юпитер есек қырған планетасымен Марс шағырмақ планетасы екеуі бір-біріне квадрат беріп тұр дейді, яғни төрт бұрыштанып бізге көрінген кезде. Ал ол кішкене саяси өзгерістер әлемдегі, толқулар, әртүрлі көтерілістер, ереуілдер, немесе жеке адамның тұлғасына түсетін болсақ, жұмыстан шығу, өзгерту, ауыстыру, эмоциялардың бағынбауы, немесе жолдағы жаңағы апаттарға келуі мүмкін. Сондай қаупі бар. Бірақ біз айтпаймыз, міндетті түрде сен бүгін апатқа ұшырайсың, немесе міндетті түрде сен бүгін жұмыстан шығасың деп ештемені. Ондай айтуға ешбір астрологтың хақысы жоқ. Біз шамалаймыз, біз айтамыз, осындай қауіп туы мүмкін, осыдан сақтан дейміз. Болды. Басқа кесіп ешкімнің өміріне жаңағы нақты кесім шығармаймыз, үкім шығармаймыз. Сондықтан астрология бұл ешқандай да бал ашу, ешқандай да жаңағы алаяқтық, ешқандай да көріпкелдік емес, түс көріп жаңағы жауырын ашып деген сияқты. Бұл таза аспан әлемінің жүрісін интерпретациялау. Ежелгі адамдар эклиптика шоқжұлдыздарын ерекше құдіретке теліп, жануарлар шеңбері деп атау берген. Сол ғасырдағы адамдар бұл шоқжұлдыздардың шоғырын әртүрлі құдайлармен, әруақтармен, тылсым күштермен байланыстырып, тұрмыс тіршілігіне, мінезіне қатысы бар деп ойлап зерттей бастаған. Ал ғылымның анықтамасы эмпирикалық, академиялық зерттеу тәсілін, тұспалдардың деректі дерексіздігін нақтылығын қажет етеді. Көпшіліктің талқысына түсетін жалқы сауал: астрология ғылым ба, ғылым емес па? Сіз осы саланың өз адамы ретінде қалай ойлайсыз? Жалпы астрологияны анау-мынау ғылымның адамдары мойындай бермейді, онаш. Енді шындықты айту керек. Себебі бұл кішкене тылсыммен байланысы бар, шындықты айту керек. Мысалға ай, жердің серігі ай. Ақындардың не үшін айды жырлай беретіні.
жазушылардың, ақындардың, немесе бір арқасы бар адамдардың айға деген ықыласы неге ерек? Себебі айдың адамның эмоциясына әсер ететін қасиеті бар. Одан бөлек физикалық тұрғыда айдың жаңағы құйылыс дейді ғой, прилив, отлив теңіздің, соған да әсері бар физикалық тұрғыда. Ал эмоционалдық тұрғыда оның әсері одан да зор. Мысалға, толған айда кейбір нәрселерді жасауға болмайды. Ол шаруалармен айналысатын болсаңыз, сіздің жаңағы жолыңыз болмауы мүмкін, ойлағаныңыздай болмауы мүмкін. Жаңа айда, мысалға, жаңа жоспарлар құрып, жаңа ай жарлыққа, ескі ай есірке деп, жаңа жоспарлар құрып, армандар, тілектер жазып, сондай бір өзінің нелері бар да, әдістері қарсы алудың. Сол сияқты айдың адам эмоциясына әсері болғандықтан да, физикалық тұрғыдан да, эмоционалдық тұрғыдан да әсері болғандықтан, оларды жоққа шығара алмаймыз. Ол жаңағы кейде ай толғанда киноларда айтады, вампирлер жаңағы күшейеді, қан ішерлер деп та. Ол енді шындыққа жанаспайды, бірақ шынымен де адамдардың шынымен де бір кейбір психологиялық ауытқуы бар адамдардың құтырынып кететіні, арқаланып кететіні сондықтан. Айкезбе дейтін ауру бар. Иә, айкезбе деген аурудың да тікелей байланысы бар. Сондықтан ғылым ретінде басқа ғылымдардан ең алға шыққан бұл есептеледі. Біздің жыл санауымызға дейінгі 40-шы, 100-мыңыншы жылдар деп айтады астрологияның шығуы, нумерология және астрология ілімдері. Пранаука деп айтады бұны ғылымда. Бірақ өкінішке қарай қазіргі заманауи ғылым бұны тізбекке алмай отыр. Ғылымдардың тізбегіне. Неге екені енді себебі бұл өте күрделі. Бұл жерде миллион аспекті бар. Ол миллион аспектіні әр астролог әртүрлі болжайды, әртүрлі талқылайды, ашықтайды. Сондықтан да бұлар бұны ғылымға кішкене жатқызбай отыр. Бірақ менің өз ойымша, бұл ешқандай да жаңағыдай бала шоу емес, көріпкелдік емес, таза ғылым. Себебі кейбір ұқсастықтар мен сәйкестіктерді көп көрдім да бұл жерде. Мысалға, Меркурий планетасы адам туған кезде бірінші үй арқылы өтсе, ол адам өте интеллектуал адам келеді. Және менің алдымнан өткен қаншама адам өзінің призваниясын іздеп жүрген, мамандығын іздеп жүрген адамның барлығында Меркурий планетасы бірінші үй арқылы өткен болса, транзит деп айтады, ол адам міндетті түрде оқу білімге құмар, жаңағы жады жақсы, жатшыл. Өте сондай өзінің оқымыстылығын және бағалай білетін адам, сонымен мақтанатын адам болып келеді. Сондықтан бұл біреудің тек шығара салған ес деп айта алмас едім. Бұл сәйкестік деп айта алмас едім да, аяқ астынан келе қалған. Бұл таза қалыптасқан ғылым, ілім деп айтар едім. Және бұнымен аталарымыз Ұлықбек Хакім айналысқан. Обсерватория ашты. Иә, обсерватория. Тек қана астрономия емес, астрология ілімінде қатар алып жүрген. Сондықтан бұл ғылымға жатады деп ойлаймын. Бұның болашағы алда деп ойлаймын. Оны жаңағы ғылымдардың тізбегіне кіргізетін уақыт алда деп ойлаймын. Әзірге адамзат оған дайын емес шығар. Бірақ осы 2021-ден бастап әлем біз қаласақ та, қаламасақ та, астрология, нумерология, психология деген сияқты бір жантану, тылсым ілімдерге қарай бет бұрады. Ол байқалады. Жалпы адамның туған жылына, айына, күніне қарай цифрлардың сиқыры мен тағдырын, болашақ мамандығын, болашақ жары мен шаңырақ көтеру мақсатын айтып, көпшілік астрологтерге жазылып, натальды кестесіне жүгініп жатады. Мәселен алайық, осы шаңырақ көтергісі келген жастардың тағдыры сандардың сәйкестілігіне тәуелді ме? Нақты астрология бойынша айтатын болсам, біз сандарға сүйене бермейміз. Біз планеталардың жүрісіне, солардың қозғалысына, көбіне Меркурий деген планета бар, және айдың жүрісіне қараймыз. Мысалға, егер ай толы болған кезде, немесе ай бақытсыз болған кезде, бақытсыз кетеді кейде ай, қаңқып кетеді. Сол кезде некеге тұрмаған жақсы. Себебі оның болашақта некеге әсері болмай қоймайды, эмоционалдық тұрғыдан. Ал эмоция біздің мінезіміз, мінез бұл біздің тағдырымыз. Сондықтан да болар астрологияның адам тағдырына әсер етеді дегені осыдан шықса керек. Яғни тіке тура мағынасында әсер етпейді. Тура мағынасында сен 20 жаста үйленесің, 30 жаста ұлды боласың деген сияқты тура мағынасында емес, адамның эмоциясына әсер еткендіктен ол мінезге айналады, мінез тағдырына айналады деген мағынада әсер ететін сияқты. Сондықтан сандарды айтатын болсам, мысалға менің өзімнің әжем Жалмағанбет Ахунның қызы
өте сондай әбжат ілімін білген кісі. Әбжат ілімі деген ол Құранның сырын ашатын, сандармен ашатын ерекше ілім. Сондықтан сандарды мен жоққа шығара алмаймын. Бірақ өзім астролог ретінде мен нумерологиямен айналыспаймын. Ол бөлек ілім, екеуі екі айрық сала. Астролог ретінде мен сандарға көп сүйене бермеймін. Бірақ жалпы сандарды мойындайтыным рас. Ерлі зайыптылардың, жаңа некеге тұратындардың сандарға байланысты өзінің күндерін қоюы жайдан жай емес деп ойлаймын. Бірақ мен олай ешкімге кесіп пішпейді екенмін, осындай күні үйлен деп. Бірақ енді сандардың әсері бар деп толық сенем соған. Балғар елінен шыққан Сәуегей Ванга болсын, үнді елінен шыққан Көрікбел бала осы 2 саны 5 мәрте кездесетін жылы адамзаттың өміріне үлкен қауіп төнеді деп болжады. Тиісінше 22 ақпанда, 22 желтоқсанда болып өтті. Бұл адамзаттың өміріне қауіп төндірген алапат апат жаһандық коронавируспен байланыстырдық мұны. 22 желтоқсанға қараған түні Юпитер мен Сатурн планеталары ең жақын қашықтықта түйісті. Осы күні жеке практикаңызда адамдардың мінез құлқында қандай да бір өзгешелік болды ма? Әсері болды ма? Осы екі планета туралы толығырақ айта кетейін, себебі шынымен де бәрі осыны айтып жатыр ғой қазір. Есек қырған деген ересек үлкен планетамыз біздің Юпитер. Аңырқай деген алпамсамыз бар, Сатурн байлықтың планетасы, Юпитер престиждің планетасы жалпы. Кең жүректіктің, жомарттықтың планетасы дейді. Юпитер жаңа астрологиялық картасында Юпитер жаңағы жақсы жұлдызда орналасқан адам жомарт болады дейді. Жалпы ол сәйкестік бар, мен мойындаймын оны. Екі планета жақындады. Мен әкем айтпақшы, Аңырқай мен жаңағы есек қырған некелесті деп. Екеуі некелесті. Бұл жалпы дүркін болып тұратын оқиға. Осыдан 20 жыл бұрын болды, 1980-81 жылдары. Екеуі ауа планетасында кездесті, яғни воздушный знак дейді, яғни егіздер планетасында кездесті. Егіздер планетасында кездескенде 80-ші жылдары бүткіл әлем бойынша революция кетті. Байқайсыз, білесіз ғой, еркіндік революциясы. Ер мен әйел тең. Бәр әлемде барлығы тең, ешкімнің құқын таптамау керек. Киімде де еркіндік болу керек. Қалай болса солай ашық-шашық киіну, шашты әртүрлі формаға салу, әртүрлі сән үлгілері бұрын көрмеген адам шошырлық. Соның барлығы осы жаңағы Сатурн мен Юпитердің қосылысында басталды. 20 жылға, 1980-ден 2000 жылға дейін 20 жылға тренд берді, былайша айтқанда, бағыт берді, бағдар берді. Сол 20 жыл бойына бүткіл адамзат есі шықты. Азды, тозды, себебі аяқ астынан келген еркіндікті түсінбей қалды олар. Бұл қалай деп, мысалға өмір бойы құлдықта ұстаған адамды аяқ астынан жаңа еркіндікке, тәуелсіздікке шығарып жіберсе, мысалға олар деген не істеп қалады, жоғалтып алады өзін, адасып кетеді. Дәл солай бүткіл адамзат өмір бойына баяғы эра водолея, эра рыб дейді, балықтар ерасынан, құрбандықтың ерасынан, түрме, өз-өзін құрбанға шалу, қиындық, қиналу, жаңа не заттағыда, ер мен әйелдің теңсіздігі, керісінше ердің жоғары болуы, осындайдан аяқ астынан еркіндікке шығып кеткен әйелдер де есіріп, не істерін білмей қалды. Қолына аяқ астынан келген еркіндікті не істерін білмей қалды. Содан кейін барлығы есі шығып, 20 жыл бойына бір азу, тозу қоғамда. Сондай тренд бағыт жүрді. Бірақ 2000 жылы қайтадан осы екі планета, есек қырған мен жаңағы Сатурнымыз, жер планетасында, жер шоқжұлдызында, яғни торпақ шоқжұлдызында кездесті. Яғни кездескен шоқжұлдызда әсер етіп тұр. Торпақ шоқжұлдызында кездесіп еді 2000 жылдан 2020-ға дейін адамдардың дүниеге қызығушылығы артып кетті. Бәрі жер алды, бәрі үй салды, жаппай байлыққа ұмтылды, жаппай ақшаға ұмтылды. Материалдық құндылық бірінші орынға шықты, алға шықты. Бұрынғы жаңағы 80 жылдары берген трендing бар, мына жаңа тренд бар, жаңа бағыт, солардың бәрі қосылып, ең соңында адамзат бұрын көрмеген басқа бір деңгейге шықты. Әлде түсті деуге бола ма білмеймін. Өзіңіз де байқайтын шығарсыз. Біздің қазақтың тарихында да, өзіміздің басымызда да 2000 жылдан бастап бәрі жаппай коттедж салу, жаппай үй салу деген естіген болсаңыз, есіңізде болса. Мысалға мен өзім 80 жылдардың несі ретінде, төлі ретінде мен оны көрдім және сезіндім 2000 жылдардың адамдардың санасы күрт материалдық құндылыққа қарай бұрылғанын.
дәл солай 20 жыл бойы 2020-ға дейін солай келді де, қайтадан мына жаңағы мына есек қырғанмен Сатурн планетасы қайтадан ауа шоқжұлдызында, яғни суғиғыш шоқжұлдызына қайта қосылып еді. Баяғы 80-ші жылдардағы не қайтадан басталып жатыр. Бірақ бұл жерде бағыт сәл басқашалау болады. Бұл жерде бағыт, келесі сұрақтарыңызға жауап беремін. Жалпы пандемияның салдарынан әлем елдерінің қалтасына салмақ түсіп, экономикалық девальвацияға ұшырадық, иә. Алдымыздағы жылға қандай жорамалдар жасап отырсыздар? Не індет тоқтайды ма? Бұрынғы қалыпқа келеміз бе? Ескі жылдың есесіне жаңа жылда толайым жақсылықтар күтіп тұр ме? Жалпы 2021 жылы Қазақстанда не күтіп тұр? 2020 жыл нумерологтар бәрі айтады, жаңағы 5 сан дедіңіз бе, 4 сан дедіңіз бе, әйтеуір сандарды айтып жатады, мен санға шорқақтаумын. Бірақ астрологияның негізінде айтатын болсақ, осы жылы 5-6 рет тұтылу болды. Яғни ай мен күннің тұтылуы. Тұтылу дегеніміз не? Ай мен күн екеуі қарама-қарсы екі полюсте тұрады. Бір-біріне қарама-қарсы тұрады. Сол кезде бір-бірін жасырып көрінбей қалады. Сол тұтылулар бұрын қазақтың ырымында да, мана бірінші сұрағыңызға қойдыңыз ғой. Бір жылда ай мен күн көп тұтылып кетсе, демек, я бір жұт болады, я мал қырылады, я бір өзгеріс болады, саяси өзгеріс болады деп топшылаған. Осы жылда, 2020 жылда, өткен жыл, шынымен де айда, күнде қатарынан бірнеше рет 6 рет тұтылды, бір жылда. Ол бір жылда ай мен күннің 6 рет тұтылуы негізінде 3 рет тұтылу керек әрі кетсе. Бұл шынымен де бір өзгерістердің нышаны. Сондықтан да астрологиялық тұрғыдан 2020 жыл өте күрделі, қиындау жыл. Ал биыл сәл аздау, 4 рет тұтыла ма, сондай 4-5 рет тұтылады, аздау. Бірақ бұл деген сөз 2020 жыл бәрі бітті, сонымен қалды деген емес. Өзгеріс басталды 2020 жылдан бастап. Енді тек бәрі басқаша болып өзгере береді. Яғни 2021-2020-ға қарағанда тыншырақ жыл, жайлырақ болуы мүмкін материалдық тұрғыдан, мысалы экономикалық тұрғыдан, бірақ саяси тұрғыдан өзгерістер өте көп болады осы жылы. Толқулар болуы мүмкін, саяси жаңағы құрылымдар құлауы мүмкін, саяси институттар құлауы мүмкін, иерархиялар өзгеруі мүмкін, және ең қызығы өмір бойына біздің қалыптасып келе жатқан құламайдау деген институттар бар ғой, мысалы мектеп, денсаулық сақтау салалары, тағы да сол сияқты IT-технология, осы салаларда үлкен кәдімгідей төңкеріс болады. Болашақта тіпті астрологтардың болжам бойынша зейнетақы болмауы мүмкін. Болашақта, яғни әркім өз қара басына жауап береді. Мысалы, тіпті алысқа бармай қой, Корея мемлекетінің өзінде зейнетақы жоқ. Тек қана мұғалімдерге, медиктерге, тағы да бір әскери адамдарға ғана берілсе беріледі, барлығына бірдей зейнетақы берілмейді о жақта. Дәл сол технократтық мемлекеттердің несіне біз де ілесеміз жайлап. Яғни болашақта ол да болмауы мүмкін. Мектеп, біздің қазіргі түсінігіміздегі мектеп бар ғой, систематичный, жүйелі мектеп, ол да болмауы мүмкін. Онлайн, яғни бізді соған дайындады. Болашақта әркім өзі жеке, өз ақшасынан балаларын оқыту сондай заманда келуі мүмкін. Себебі ол мына Юпитер мен Сатурн планетасының бірігуі, ол деген жаңағыда айтқан түгел құрылымдарды тасталған шығарып қайта құрады. Мүлдем сіз бұрын ешқашан ойыңызға кіріп шықпаған нәрселердің барлығы болады. Әсіресе технология мен техника салаларында үлкен төңкеріс өзгеріс болады. Біздің Қазақстанда бүткіл әлем бойынша. Және Қазақстан одан тыс қала алмайды, қалуға болмайды. Егер біз заманымыз зымыран сияқты ағып келе жатыр қазір, байқасаңыз. Қатты дамып келе жатыр. Илон Масктың өзі Марсқа адам ұшырайын деп жатыр 2025 жыл. Ал Қазақстан заманнандай ағыммен кетіп бара жатқанда, Қазақстан баяғы майшоқырақ жүріспен, баяғы мимырт жүріспен, бұрынғыдай болады, бәрі қайтып келеді деп ойлап отыра беретін болса, біздің қазақ далада қалуы мүмкін. Сондықтан осы хабарды пайдалана отырып, өзімнің эфирлерімді де пайдалана отырып, үнемі айтатыным, қазақ оянайық, жаңа технологияның несіне ілесейік, оқиық. Осы заман оқитындардың, яғни жай кітап оқып қана қоятын емес, оқыған ілімін іске асырып, пайдаға асырып, тез жүзеге асырып, тез несін бағытын өзгерте алатындардың заманы. Яғни санасы жыбырлақ, мазасыз адамдардың заманы. Яғни жүректің тыныштығы кетеді деген сөз. Яғни жүректің тыныштығына байланысты айтатын болсам, мысалы,
оны астрологиялық тұрғыдан да түсіндіре аламын. Адамдар қазір поколение Z дейді, қазіргі маркетологтардың айтуы бойынша біздің поколение бір рекламаны, жарнаманы бір 10 секундтай қарайтынбыз да. 80-90 жылы туылғандар. Ал 2000-нан төмен қарай 3 секунд. 3 секунд жетеді. 3 секундтың ішінде сен оны қызықтырып үлгердің бе, қызықтыра аласың, үлгермедің бе, болды, сені өткізіп жібереді. Ал болашақта 1 секундқа дейін қысқаруы мүмкін. Яғни, мына қазір туып жатқан балалар бар ғой, оларды индиго деп айтады. Яғни, олар туғаннан бәрін, әлемді, айналасын оймен басқаратындар. Алдымызда ерекше нәсіл келе жатыр. Толқын келе жатыр, ерекше толқын келе жатыр. Ондай тарихта ешқашан болмаған. Себебі заман ағын сондай, олар ілесу керек, икемделу керек. Сондықтан да Алла тағала оларға сондай қабілет беретін шығар деп ойлаймын. Сондай айналасының бәрін, өмірінің бәрін оймен басқаратын нәсіл келе жатыр, сондай толқын келе жатыр. Солардан тыс қалмау үшін, соларға біз өзіміздің жаңағы өнімімізді қызықтыра алу үшін оқуымыз керек. Жалпы менің хабарымды тыңдап көріп отыратын адамдарға, аналарға әсіресе ескерткім келеді. Болашақ аналарға, әйел адамдарға, мейлі ер адамдарға да қатысты, балаларыңызға 12 жасқа дейін телефон бермесеңіздер екен. Мен жүрген жерінде осыны айтам да жүрем. Себебі мен өзім осыны ұстанам. Балаларыма 12 жасқа дейін телефон алып бермеймін деп кішкентай кезінен тәрбиеледім, осыған дайындадым, және соған олар мойындады, мойынсынды. Қазір сұрамайды телефон. Бірақ енді жаңа замандастар қарап отқасын қызығып қарайтыны бар. Бірақ егер сіз 12 жасқа дейін балаңызға телефон беріп қоятын болсаңыз, онда сіз балаңыздан айырыласыз. Алда қолына телефонның еркіндігі тиген бала жаңағы жай, қалай айтсам болады, ядер бомбасы деп болады. Бомба замедленного действия дейді, жай дайындалып тықылдап жатқан бомба. Ертең бір 5 жылда көресіз соның несін, зардабын. 5 жылда Инстаграмда бәленің бәрін көріп, жаңағы ВК-да, Фейсбукта, балаларыңыз Ютубта бәленің бәрін көретін бала ертең мына 2021-дің несіне ілесе алмайды. Яғни виртуал өмірге кіріп кетеді, және ол виртуал өмірге кірген баланы шығару қиын болады. Оған арнайы аддиктологтардың көмегімен, арнайы психолог мамандардың көмегімен ғана шығаруға тура келеді. Сондайға мәжбүр болады. Сондықтан, егер сіз балаңызды 2021 жыл, жалпы болашақтағы 20 жыл бойына мына жаңа заманның ағынына ілестіргіңіз келсе, далада қалғанын қаламасаңыз, мына заманауи ілімдерді алып, жаңағы сондай алғыр, зерек болған қаласаңыз, Құдай үшін телефонды шектеңіз. Қараңыз, ол не қарап жатыр, қандай сайттарда отыр, көз алдына жалаңаш қыздар, ұятсыз еркектер өтіп жатқан жоқ па? Егер сіз қазірден бастап балаңызды қадағаламасаңыз, онда сіздің балаңыз сіздікі емес. Яғни әлемдік саясаттың қол жоқпары болады. Ештемеден хабары жоқ, мақау, сондай мылқау, ештеме айта алмайтын, ештеме ойлана алмайтын, өз пікірі жоқ, сондай жаңа технологияны ала алмайтын, ешқандай айтады ғой, мына телефонмен жаңағы зеректігін дамытып жатырмын, баланың алғырлығын ешқандай да олай емес. Баланың алғырлығы телефонмен күшеймейді. Баланың алғырлығы, зеректігі даламен күшейеді. Қашанда бұл өзгермеген бұлжымас заң. Дала адамға күш береді, топырақ адамға күш береді, табиғат адамға күш береді. Сондықтан да 2021-де қандай жол күтіп тұр Қазақстанды дейтін болсақ, IT технологияның заманы келе жатыр. Жаңа ілімдер, жаңа білімдер, бұрын адамның миына кіріп шықпаған ілімдер, жаңа өзгерістер, және ол тез өзгереді. Адамның жүрегінің тыныштығы қашады, ақпараттың жылдамдығы, және адамның вниманиясы дейді ғой, назары мұнайдың бағасымен тең болуы мүмкін болашақта. Яғни Инстаграм тез-тез өтіп кете ма, әлде сіздің парақшаңызға кіріп қарап отыра ма? Міне, сол маңызды болып қалуы мүмкін болашақта. Сондықтан да егер сіз осы заманға ілескіңіз келсе, ең бірінші инвестиция ол балаңызды соткіден кішкене шектеңіз. Сосын бар өзіңізде оқыңыз. Ерініп жата бермеңіз. Еріншектердің заманы емес, кетті ол. Ми еңбегімен, ой еңбегімен айналысатындардың заманы, және соны іске асыратын, сол бойда іске асыратындардың заманы. 10 жыл, 5 жыл ойланып жүретіндердің емес, сол бойда ой келді ма, идея келді ма, бірден іске асырып, содан жаңағы пайдасын көріп, жасампаздықпен ақшасын тауып, мүмкін табатын болсаңыз,
бірден басқа идеяны тауып, басқа идеяға қарай ауысып кету, сондай заман келе жатыр. Бұл бір жағынан жақсы, бір жағынан қиын. Жалқаулардың заманы кетті, озбырлардың заманы кетті, тек озаттардың заманы келе жатыр. Ми, санасы озаттардың. Бірде Сталиннің жеке қабылдауына бір көріпкел келіп, болашақты болжайтындығын хабарлайды. Сталиннің көңілі болмады ма сол уақытта, дереу атып тастауға бұйрық беріп, ол болашағын білсе, мұнда келмеуші еді деп шорт кеседі. Өте қайғылы қалжың негізі. Мына қоғамда дін өкілдері, қоғам өкілдері астрологтерді бір алаяқ, шарлатанға теңеп жатады. Сіз бұған келісесіз бе? Енді астрологтың да астрологы бар. Мен мысалы өзімді таза шынайы астрологпын деп мойындамай айтпай қойын, мақтамай қойын, кеудемді кермей қойын. Себебі бұл ілім өте терең ілім. Бұл ілім мен 17 жылдан бері айналысып келе жатырмын дегенмен де маған жыл сайын, ай сайын жаңа қыр ашылады. Мен әр клиентпен жұмыс жасаған сайын, олардың астрологиялық картасын жасап, оларға мамандығын табуға көмектескен сайын, адамның жан-жақты қырын ашатын мүмкіндіктері жаңадан ашылады маған. Әр күні астрологияның жаңа ілімі, жаңа парағы ашылады. Сондықтан мен мына ілімге, астрологияға бойлаған сайын, мен дым білмейді екенмін ау деп ойлаймын. Күн өткен сайын мен астрология туралы дым білмейтінім сезіледі. Сондықтан да астрология, егер мен дым білмеймін, бірақ үйренерім көп, мен бірақ білетінімді барынша пайдаға асыруға тырысам, барынша көмектесуге тырысам, болашағыңды болжап кеспеймін, мен саған кесіп пішпеймін, бірақ мен саған көмектесуге тырысам, бағыт бағдарың табуға көмектесем десе, ол шынайы астролог. Хиромантия дейтін ілім бар. Осы астрологияның хиромантияға қаншалықты қатысы бар, байланысы бар? Жалпы енді бұл астрология, хиромантия дегенде адамның бәрі айтады, тағдырына байланысты ілімдер деп. Адамның қолын бір қарап жібереді, өмірі ұзақ бола ма, қысқа бола ма, тағдыры жәйлі бола ма, жәйсіз бола ма, өмірі мәнді бола ма, мәнсіз бола ма. Сонда айтатын мамандар, хас мамандар бар екеніне сенем, және олардың істерін мойындаймын. Оған да үлкен талант керек. Бірақ астрология мен хиромантия екі айрық сала деп айтар едім. Мүмкін тағдырға қатысты кейбір тұстары жанасып өтетін шығар, бірақ астрология бәрібір де тағдырдан гөрі кішкене қабілеттерге жақындау сияқты. Және бір әлемдік тенденцияларды анықтауға көмегі болатын сияқты астрологияның. Хиромантия ол әр адамның жеке өміріне қатысты, тағдырына қатысты, болашағына қатысты, өмір жас ұзақтығына қатысты ілім деп ойлаймын. Бірақ өзім хиромантиямен қызығып айналысып көрмеппін. Ендеше Айсара ханым, бүгін біздің шынжырдан шығаруымыз тиіс шындық қандай болмақ? Ақжан Машани деген ғалым өткен, біздің қазақтың маңдайына біткен сондай мықты ғалым. Сол кісінің кітабын оқып отырсам жақында, сол айтыпты, адамзат сондай болмашы, әлсіз нәрсе. Оның қасында табиғат дүлей күшке ие. Бірақ сонда да болмасын, осы табиғаттың бәрін басқарып отыр. Себебі неге? Табиғатты басқарудың кілтіне ие. Соны зерттеген, соның құпиясын білген, және өзіне кәдесіне жарата білген. Астрология да дәл сондай. Астрология біздің мінезімізді, қабілеттерімізді тануға көмектеседі, бірақ әр адам өзінің астрологиялық картасынан да жоғары болу керек. Әр адам өзінің табиғи мінездерінен де жоғары болу керек, содан өсу керек. Сол кезде, жаңағыдай Лев Толстой атамыз айтпақшы, кәміл инсан дәрежесіне көтеріледі. Астрологияның сол жағынан пайдасы бар деп ойлаймын. Алтын уақытыңызды қиып келіп, сұхбат беріскеніңізге, пікір бөліскеніңізге рахмет. Мен ендеше келесі бағдарламаға дейін қоштаса тұрамын. Келесі эфирде жолыққанша сау саламатта болыңыздар. Көріскенше күн жақсы ағайын.